Сәлеметсіздер ме балалар, оқушылар? Мен математика пән мұғалімімін. Бұл каналда математика есептерінің шығару жолдарын түсіндіретін боламын. Бүгінгі видеода 9 сыныптағы емтихан есептер туралы талдайтын боламыз. Енді бұл дайын нұсқалары бар, интернеттен алынған. Сол бойынша қарастырайық есептерді. Бірінші есепте түбірасты 289 көрінбей тұрған бар, қайтадан жазайын. Азайтылған түбірасты 144, қосылған түбірасты 16 депті. Енді 289-ды қарайық, түбірін қалай табуға болады осы жерде. Мына жүздік үлесте тұрған 2-ге қараймыз. 2-нің өзі немесе 2-ден кіші қандай санның дәрежесі болады, дәрежелеуге болады. Мысалға 2-ден кіші 1 деген сан. Жүздік үлес, 100 деген, мысалы 10 бір нәрсенің дәрежесі деп білеміз. Яғни ең соңындағы 9 санына қараймыз. 9 деген 3-тің квадраты және 7-нің квадраты. Енді 13-тің квадратын тексеріп көруге болады. 13-тің квадраты ол 169 болады, ал 17-нің квадраты ол 289-ға тең болады. Яғни 289-ның түбірі 17 екенін осы жерден тауып аламыз. Яғни бастапқы жүздік үлесіндегі және бірлік үлесте тұрған сандарға қарап отырып, яғни 9-дан аяқталатын болғандықтан қандай сандардың квадраты екенін бірден табуға болады. Енді 289-ның түбірі 17 екенін таптық. 144-ті де дәл солай табуға болады. Мына бір жүздік үлеске қараймыз, ол 1-ге тең, яғни 10 бір нәрсе болады екен. Енді 4 дегеніміз, яғни қандай санның дәрежесі 4-ке тең? 2-нің дәрежесі, және 8-дікі. Енді 18-дікі асып кетеді, сондықтан 12-нің квадраты сол 144-ке тең екендігін білуге болады осы жерден. Мұнда 12 деп жазамыз. Қосылған 16-ның түбірі ол белгілі 4-ке тең. Енді 17-тен 12-ні азайтып, оған 4-ті қосатын болсақ, мұнда 5, 5-ке 4 қосамыз, ол мәні 9, яғни Д жауабы болады бізде. Әрі қарай бір мүшені стандарт түрге келтіріңдер дейді. Бұл жерде ең бірінші таңбаны анықтап аламыз, одан кейін санды, яғни коэффициентті деп айтуға болады. Қараңыздар, мұнда біріншісінің мұнда таңбасы плюс, екіншісі минус, үшіншісінікі плюс, Плюсті минусқа көбейтеміз минус, оны тағы плюсқа көбейтетін болсақ минус болады. Яғни таңбасын біз ажыратып алдық, минус болады екен. Мұндағы Б мен Д жауапқа кірмейді деген сөз. Енді сандарын қарайық. Мына екінші көп мүшемен сандарын қарайық, 3 пен 5-ті көбейтеміз. 3 пен 5-дің көбейтіндісі 15-ке тең. Әрі қарай аларды қарайық. Мұндағы А деп тұрғанымыз дәрежесі 1-ге тең. Жазылмаса да ойша біліп тұрамыз, бір дәрежесі екен. Мұнда да А-ның дәрежесі 1-ге тең. Олар көбейтілгенде дәрежелер бір-біріне қосылады. Мұна А мен мұна А қосылып А-ның квадратын береді. А квадратты тағы А квадратқа көбейтетін болсақ, мына жердегі А квадратқа, онда ол А-ның 4 дәрежесі болады. Енді бұларға қарайық. Б-ның квадраты, Б-ның кубы. Ол дәрежелер қосылады. Б-ның 5 дәрежесі болады. Оған мына жердегі Б-ның 1 дәрежесін қосатын болсақ, онда Б-ның 6 дәрежесі болады. Сонда жауабы Е жауабы екен көріп тұрмыз. Минус 15 көбейтілген А-ның 4 дәрежесі, көбейтілген Б-ның 6 дәрежесі. Енді үшінші есеп, берілген суреттен абсолюттік жиілік полигонын қолданып, кітапханадағы көркем әдебиет пен орыс жазушыларының шығармаларының жалпы санын табыңыз дейді. Так, көркем әдебиет деп тұрғанымыз міне, және орыс жазушыларының шығармаларының жалпы саны дейді. Міне, орыс жазушылары деп тұрғанымыз міне. Көркем әдебиет ол 2000-ға тең болып тұр, саны. Ал орыс жазушылардікі 1500-ге тең болып тұр. Жалпы санын табыңдар десе, осы екеуін қоса саламыз, 3500 болады. Сонда С жауап. Әрі қарай. Берілген тізбектің 4-ші мүшесін табыңдар дейді. Яғни бізде АН мүшесі беріліп тұр. Мұндағы N деп тұрғанымыз ол мәні 4-ке тең, яғни енді барлық N тұрған жерлерге осы 4-ті қойып шығамыз. Яғни А4 тең болады 1 бөлінген, мына жерде 2 көбейтілген 4 дегенді білдіреді. Егер араларында ешқандай амал тұрмаса, ол көбейту белгісін білдіреді. Азайтылған 1, екінші жақшада 2 көбейтілген 4 қосылған 1 болады. Енді қарапайым есептеу амалын жүргіземіз. 1 алымында қалады, солай 2-ні 4-ке көбейтеміз. 8, 8-ден 1-ді азайтамыз, 7 деп 1-ден жаза кетейік. 7, екінші жақшада 2-ні 4-ке көбейтеміз, 8, 8-ге 1-ді қосамыз, ол 9. Яғни алымында 1 қалады, 7, 9-ым, ол 63, 63-тен 1 деген жауап шығады екен. Яғни С жауабы. Әрі қарай 5-ші есеп. Амалдарды орындап, нәтижені
дәреже түрінде көрсетіңіз дейді. Енді 2-ның квадраты деп тұрғанымыз ол 4. Көбейтеміз. 2-ден 1-дің -1 дәрежесі дегеніміз, яғни -1 дәреже дегеніміз оған кері сан. 2-ден 1-ге кері сан. Яғни теріс дәреже ол кері санға айналдырады деген сөз. Так, мына жерде 2-ден 1-дің -1 дәрежесі дегеніміз, яғни ол 2-ге тең болады. 4-ті 2-ге көбейтетін болсақ, онда мәні 8-ге тең. Мұнда жауаптарын қарайтын болсақ, сәйкес келетін, яғни Б жауабын көріп тұрық. 8 дегеніміз ол 2-ның кубына тең екенін көрініп тұр. Ары қарай 6-шы есеп. Кестеде оқушының алгебра пәнінен алынған тест нәтижелері берілген. Кесте бойынша оқушылардың орташа балын есептеңіз дейді. Бұл жерде қалай шығарылады? Мұндағы 13-ті 5-ге көбейтіп, оған қосамыз 15-ті 4-ге көбейтеміз, оған қосамыз 16-ны 5-ге көбейтеміз, оған қосамыз 17-ні 5-ге көбейтеміз, оған қосамыз 20 көбейтілген 1 бөлімінде оқушы сандарын барлығын қосып шығамыз. Яғни оқушы сандары бізде 20 екен белгілі. Себебі кестеде 20 оқушы деп айтылған ғой бастапқыда. Енді осыны есептеу керек болады. 13-ті 5-ге көбейтсек, 65 қосылған 60 қосылған 80 қосылған 17-ні 5-ге көбейтсек 50 75 20. Мына екеуін қосып жібереміз 100. Мына екеуін қоссақ 140. 240, оған 60-ты қосатын болсақ 300. 300-ді 20-ға бөлеміз, екеуі қысқарады. Қысқартпай мәні табуға болады, бірден 15 екені белгілі. Жауап. Әрі қарай 7-ші есеп. Y тең болады -2x куб функциясы берілген. Егер y-тің мәні 16 болатын болса, онда аргументтің мәнін табыңыз дейді. Бұл жерде енді аргумент деп тұрғанымыз ол x, y-тің мәні белгілі. Мына y-тің орнына осы 16-ны қоямыз деген сөз. Сонда 16 тең болады -2x куб деген сөз қоя, y 16-ға тең болады деген сөз. Енді осы жерден есептек, x кубты табу үшін орындарын былай ауыстырып жаза қойыншы. -2x куб тең 16. Екеуі бір мағынаны білдіреді, сондықтан бәрібір қалай жазсақ та. Енді осы жерде -2-ге бөліп жіберетін болсақ, x куб онда 16-ны -2-ге бөлеміз, ол -8-ге тең. Қандай санның кубы -8-ге тең. Яғни 2-ның кубы 8-ге тең болатын белгілі болса, яғни -2-ның кубы сонда 8-ге тең екені белгілі. Сонда жауабы -2 болады. А жауап. Ары қарай. 8-ші есепте квадрат теңдеуді шешіңіз дейді. Бұл жерде енді дискриминантын табу немесе вет арқылы, немесе көбейткіштерге жүктеу арқылы да шығаруға болады. Енді негізінде бұл жерде көбейткіштерге жүктеген оңайырақ деп ойлаймын. 4x-тің өзін -3x -x деп жазып алатын болсақ, осы түрге өзгереді. Енді қараңыздар, мына жерде x квадрат -3x-тің өзінен жанына жазайын. X-ті шығарып жіберетін болсақ, шақшаның ішінде x -3 қалады. Ал мына екінші -x плюс 3 деп тұр ғой, сол жерден минус таңбаны шығарып жіберетін болсақ, шақшаның сыртына, шақшаның ішінде x қалады. Плюс 3 болу үшін енді бізге -3 болу керек болады. Себебі шақшаны ашқанда олар минус пен минус плюсті беру керек. Енді қараңыздар, x -3 екеуіне ортақ болғасын, шақшаның сыртына тағы да шақшаға шығара аламыз. x -3 деп. Сонда мына жерде x -3-ті ортақ көбейткіш деп алып тұрық қой. Сонда келесі шақшаның ішінде x қалады. Ал мына x -3-ті ортақ көбейткіш деп алғаннан кейін бұл жерде -1 қалады. Тең 0. Енді көбейтіндінің мәні 0-ге тең болып тұрғандықтан, әрбір көбейткішті 0-ге тең деп аламыз. x -3 0-ге тең. Бұдан x тең 3 деп шығады. Яғни бұны x1 деп қарайтын болсақ. Енді екіншісі x -1-ді 0-ге тең деп аламыз, себебі 0 мен 0-ның көбейтіндісі 0-ді береді ғой. Әрбіреуін 0 деп қарастырамыз. x тең болады 1, бұл x2 болсын. Яғни түбірлері 1 мен 3 немесе 3 пен 1 деген сияқты. Енді осы жауаптарынан қарайтын болсақ, бізге жауабына сәйкес келіп тұрғаны 1 мен 3. Немесе оңай тәсілі бар. Мына жерде x-тердің орнына мәндерін қойып көруге болады. Енді 9-шы есепте 9 -3 1 шексіз кемел геометриялық прогрессияның қосындысын табыңыз дейді. Бұл жерде шексіз кемел геометриялық прогрессия десе, онда мынандай формула бар, яғни s тең болады b1 бөлінген 1 азайтылған q. Бұнда q деп тұрғанымыз еселік, b1 дегеніміз бірінші мүшесі.
Так, бірінші мүшесі мынау b1. Әрі қарай b2, b3 деп кете береді, иә, сәйкесінше. Енді b1-дің мәні белгілі, ал q-ды табу үшін біз не істейтін едік? b2-ні бөлетін едік b1-ге. b2 деп тұрғанымыз ол -3, бөлшек түрінде жазатын болсақ, оны 9-ға бөлеміз. Олар қысқарғанда -3-тен 1 болады. Әрі қарай, енді орындарына қоямыз. S-тен болады b1 деп тұрғанымыз 9. 1 азайтылған -3-тен 1. Мына минус пен минус плюсті береді. 9 бөлінген 1 қосылған 3-тен 1. Ол дегеніміз ортақ бөлімге келтіреміз бөлімін. 3, мұнда бөлімінде мұнда 3-ті жазайық. 3 қосылған 1, анық жазып жатырмын, әдейі. 9 бөлінген 3-тен 4. Яғни 9 бөлінген 3-тен 4 деп жазатын болсақ, оны көбейтуге айналдырамыз. 9 көбейтілген 4-тен 3 деп жазамыз. Мына 9 алымына көбейтіледі. 4-тен 9 көбейтілген 3 дегеніміз 27 тең болады. 4-тен 27 дегеніміз ол 27-ні 4-ке бөлетін болсақ 6-дан келеді. Және 3 қалдық қалады. 6,4-тен 3 дегеніміз оны ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ 6,175-ке тең болады.